Саламатсыз ба? Алдымен сізді құттықтағым келіп тұр. Себебі бүгіннен бастап 2013-2014 жылдар арасындағы оқу жылы басталады. Және де бүгінгі күннен бастап біз ұбт-ға математикадан дайындықты бастаймыз. Осы жылдың бірінші есебі геометрияға байланысты болады. Яғни екі ұқсас төртбұрыштың периметрлерінің қатынасы 0,15-ке тең. Осы төртбұрыштың аудандарының қатынасы нешеге тең? Есептің берілгенінде төртбұрыш жайлы айтылған, бірақ та осы теорема кез келген дөңес көп бұрыш үшін шың болады. Яғни бізде мысалы осындай дөңес көп бұрыш А1 болсын, және тура осыған ұқсайтын бір А2 дөңес көп бұрыш болсын. Көп бұрыштың біз қабырғаларын білмейміз. Дегенмен бізде екеуі ұқсас болса, онда ұқсастық коэффициенті екі қабырғаның қатынасына тең. Яғни осы қабырға А1 Б1 болса, және оның А2 Б2-не қатынасына тең болады ұқсастық коэффициент. Осы ұқсастық коэффициенті периметрларының қатынастарына тең. Яғни бізде екі ұқсас төртбұрыштың периметрінің қатынасы берілген. P1 бөлінген P2 тең болады 2-ден 1, ол бізге К-ны береді. Ал осы дөңес ұқсас көпбұрыштардың аудандарының қатынасы ұқсастық коэффициенттің квадратына тең болады. Ал біз осыны тауып қойдық. Ұқсастық коэффициенті 2-ден 1-ге тең. Және 2-ден 1-дің квадраты бізге 4-ден 1-ді береді. Немесе жауапта сізде болуы мүмкін, мысалы 0,25 деген жауап. Яғни 4-ден 1 деген сөз 0,25. Және ол осы екі ұқсас төртбұрыштың аудандарының қатынасына тең болады. Ал бұл сабақтың соңы біздің каналға жазылыңыз. ВКонтактенің тобыңа жазылыңыз. vk.com/ent-math. Сіздермен бірге болған Тайыр Нұрпейісов. Көп рахмет сізге.